Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін осындай өте нәзік, дәмі деген керемет болып шығатын, ең бастысы оқтаумен жаймаяқ тестасы бар болғаны 20 минутта ғана дайын болатын осындай медовый тортты жасауды көрсететін боламыз. Яғни балды торт өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де үлкен формада жасаймыз бүгін, барлығына жететіндей етіп. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен тестасын жасаймыз. Ол үшін бізге мед қажет болады, яғни бал, шекер салып, үстіне кәдімгі сливочный масло, яғни маргарин қолдансаңыздар да болады, тұз және де соданы қосып отқа қоятын боламыз. Водяной баня ештеңе керек емес, кәдімгі отқа құйып астын араластырып тұрамыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Бір шеті күйіп кететін болса, егер де күйіктің дәмі шығып кетеді, және де тез күйеді бұл, сондықтан да барлығын араластырып тұрыңыз. Барлық заттар еріп болғаннан кейін осылай көпіршік болып бастайды, және де дәл осындай түске енгенше алсаңыздар болады. Сол кезде түрі карамельный әдем болып шығады. Енді алып суытамыз. Ол уақытта 4 жұмыртқаны алып кішкене жыл тогымен белокты бір-біріне араласқанша үстіп қозғайтын боламыз. Венчикпен, вилкамен араластырсаңыз да болады. Кейіннен үстіне араластыра отырып жаңағы ыстық массаны құямыз да, кейін азғана разрыхлитель саламыз. Електен өткізілген ұнды салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіз. Сол кезде қамырыңыз барынша пышный болып, әдем болып піседі бисквит. Негізі көрсетілген ұнның барлығын бірден салып жібермеңіз. Қамырыңыз дәл осындай болғанша салу керек. Әркімнің ұны әртүрлі, сондықтан 50 граммдық ұнды алып тұрып, егер де жетпесе салып, дәл осындай қоюлықта қамыр жасап алатын боламыз. Қамырдың барлығы бірдей болу үшін А4 парақтың үстіне қойып құйсаңыздар болады. Қыздар дәл осылай жайып шығып, барлық қамырды біркелкі етіп 3 бөлікке бөлдім. Негізі 4 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Сіздер размерін өзіңіз білесіз. Өте жұқа қылам десеңіз 4 бөлікке бөліп жасасаңыздар да болады. Мен 3 бөлікке бөліп барлығын бірдей етіп құйып алдым. Жан-жағына әсіресе бұрыш-бұрыштарына жақсылап тигізіңдер. Сол кезде піскен кезде әдем болып піседі. Қызып тұрған печкада 180 градуста 15 немесе 10 минутта өте тез піседі. Енді крем дайындаймыз. Біз қыздар крем дайындау үшін творожный сырға осындай сгущенное молоко қосып, негізі бұның орнына кәдімгі шекер немесе сахарный пудра қосуға болады. Кейіннен сливки қосамыз. Барлығының мөлшерін мен описание қалдырамын, сол жерден қарап алсаңыз болады. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Творожный сыр мен сгущенканы бірінші миксерлеп алсаңыздар да болады. Мен сияқты үшеуін бірге миксерлесеңіздер де болады, қыздар. Міне, көріп тұрғандарыңызға креміміз дайын. Бұл креммен кез келген зат жасай берсеңіздер болады. Және де айта кететін жайт, дәл осы медовый тортқа кәдімгі заварной крем қолдансаңыздар да болады. Міне біздің тестамыз да, креміміз де дайын. Теста майы өте көп болғаннан кейін пергамент қағазға жабыспайды. Бірдей етіп шығып кеткен жерлерін кесіп аламыз. Бұл кесіп алған жерлер бізге бетін әсемдеуге қажет болады, қыздар. Енді тортты жинай берсек те болады. Тортты жинаған кезде естеріңізде болсын, ең қалың бөлігі ең астына тұру керек торттың, қыздар. Кремді барлық жеріне біркелкі етіп жағып шыға бересіздер. Негізі бұндай крем емес, айтып өткендей заварной креммен, кез келген креммен жасай берсеңіздер болады, қыздар. Бұл торт универсальный деп аталады, өйткені кез келген креммен өте дәмді болып шығады, қыздар. Барлық жеріне біркелкі етіп тортты дәл осылай жинап шығамыз. Қыздар, егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, коммент жазып тұрыңыздар. Және де менің каналымда колокольчик басып қойсаңыз, кез келген жаңа видео шығарғанымда бірінші сіз көретін боласыздар. Және де сіздердің қолдауларыңызға сенемін, қыздар. Міндетті түрде жазылып алыңыздар. Осылай 3 кожада қойып, әдемілеп жинап аламыз. Жаңағы жан-жағында қалған крошкаларын әдемілеп блендерден өткізіп, немесе оқтаумен майдалап, кесіп алып, осылай үст жан-жақтарына сүйіп шығамыз біркелкі етіп. Қыздар, біздің тортымыз дайын. Бұл медовиктің басқа оқтаумен жайлатын медовиктен артықшылығы, сіз жасап болып бірден жей бересіз. Өйткені коржиктер өте жұмсақ болады, пропитканы қажет етпейді. Бірден немесе жарты сағатқа холодильникке қойып ұсына берсеңіз болады. Ас болса